Қайырлы таң, Алланың 99 көркем есімін жаттауды бастайық. 17-ші есім Әл-Уаххаб, өте жомарт, береген, адамдарды өз нығметтерімен ризықтандырады. Берем деген нәрсесін береді. Кімде-кім дұғада бұл есіммен Аллаға жалбарынса, ол ешқашан қайыршы болмайды. Келесі есім Әр-Раззақ, ризық, тамақ беруші, алуан түрлі ризықтарды жаратады және сол ризықтарымен мақлұқтарын ризықтандырады. Әл-Фаттах, жақсылық жасаушы, асқан мейірімінен құлдарына төгіп беріп жақсылық істейді. Шындықты әшкерелеп, өтірікті өрге асырмайды. Кімде-кім өзінің оң қолын кеудесіне қойып, Алла тағаланың бұл әдемі есімін таң намазынан кейін 70 рет қайталаса, жүрегі нұрланады, көңілі шаттанып, жаны жай табады. Әл-Әлим, бәрін білуші, терең білім иесі, ол әр нәрсені толық біледі және де ол білмейтін еш нәрсе жоқ. Алла тағала білушілердің білушісі, Алла тағала ғайыпты да, көмескіні де біледі. Кім бұл есімді атап зікір етіп жүрсе, Алла тағала оған білім мен даналықтың есігін ашады. Әл-Қабид, қысып алушы, кімге қаласа ризығын береді, қаласа бермейді. Кім бұл есімді қайталап айтып жүрсе, аш зарыққан болмас. Береді. Әл-Хаким, түсіруші, Алла тағала кәпірлерді тозақтың түбіне түсіреді және кәпірлерге қайғы, мұң, зар мен азап береді. Кім Алла тағаланың бұл ғажайып есімін 500 мәрте зікір етсе, Хақ тағала оның сұрағына жауап береді. Әр-Рафиғ, көтеруші, биіктетуші, өзіне жақын құлдарының беделін бұл дүниеде де, ақыретте де көтереді. Әл-Муиз, қуат беруші, өзінің мөмин құлдарына мықты қуат береді. Олардың мойынсынғандары үшін күнәларын кешіріп, жәннатта құрметті орын береді. Әс-Сәмиғ, әр нәрсені есітуші, әр естілетін дыбыс ғайып айтылса